2020-2021 оқу жылын біз қашықтан оқыту форматында бастадық. Соның ішінде ағылшын тілі пәні, білім Лен, Дарын онлайн платформалары және WhatsApp әлеуметтік желісінің көмегімен өтіліп жатыр. Жалпы бұл платформалардың ерекшелігі мен мүмкіншілігі мұғалім әр оқушының тақырыпты қаншалықты меңгергенін тест және деңгейлік тапсырмаларды орындау арқылы біліп отырады, бағалайды және кері байланыс бере алады. Қашықтан оқыту кезінде оқушылардың білім сапасының деңгейін дер кезінде анықтап отыру, оқушыларға көмек керек болған жағдайда кедергілерді шешу жолына бағыттауда бұл платформаның маңызды екені сөзсіз. Дегенмен, ауылдық жерде интернет жылдамдығының төмен деңгейі, синхронды түрде байланыстың қиындауы, ата-ананың жұмыс уақыты мен баланың сабақ кестесінің сәйкес келіп қалуы сынды мәселелер бүгінгі таңда ретімен шешімін табуда. Дарын онлайн платформасының тағы бір артықшылығы, мұнда біз сабақты синхронды және асинхронды түрде жүргізе аламыз. 2019-2020 оқу жылының 4-ші тоқсандағы оқу барысына салыстырғанда бұл оқу жылына біз де оқушылар да жақсы дайындықпен келдік. Менің тәжірибемде аталған проблемаларды шешуде білім және ғылым министрлігі және аудандық білім бөлімі әдістемелік кабинеті тарапынан көрсетілген қолдау негізінде өз бағытымды айқындадым.